жұқпалы ауру жоқ дейді пайғамбар. Паразит, вирус, бактерия жоқ. Ля адуа. Осындай хадис келеді. Бұхариде, Муслимде жаңағы бір хадисте ля адуа ля тайра, яғни жұқпалы ауру жоқ дейді пайғамбар. Паразит, вирус, бактерия жоқ. Ля адуа. Оля тайра. Ырымды айтады бұл жағда. Екінші хадис фирра минал мажун кафирар минал асад. Жұқпалы аурудан, арыстаннан қашқандай қаш дейді. Екеуі де сахих. Біреуінде ауру жоқ деп тұр, біреуінде аурудан қаш деп тұр. Бұны қалай түсінеміз дегенде, негізі адуа деген исламға дейінгі араб қоғамында, яғни жахилиеттегі ырымдарды айтып келе жатыр. Наным сенімдерді. Адуа дегенде арабтардың наным сенімінде бір елес болған сондай. Адуа деген бір құбыжық мифология сияқты ғой, сенген соған. Адуа деген бір нәрсе келеді, ауруды жұқтырады деген. Солай сенген. Яғни пайғамбар саллаллаху адуа деп тұрғаны исламға дейінгі арабтардың наным сеніміндегі адуа жоқ деген. Ал мынау қашу. Бұл дұрыс. Өйткені жұқпалы ауру жоқ дейсек, ол ғылымға қайшы. Хақтың дұрыс хадис еш уақытта ғылымға қайшы келе алмайды. Бұл жердегі демек біз дұрыс түсінбей тұрық хадисті.